Сәлем достар, бүгін біз сіздермен бірге қол тігістерінің түрлерін және қол тігістеріне қажетті құрал жабдықтарды мен танысып білетін боламыз. Бізге ең бірінші тігіс кезінде, машинкада болсын, қол тігістерінің кезінде болсын, бізге ең бірінші әрине мата қажет болады. Бізде бұл мата ХБ матасы. Ол ең бірінші тігін тігіп бастаған жандарға өте тиімді матаның бірі болып табылады. Келесі бізде қайшы, бұл маталарымызды бөлшектерге бөлуге және жіптеріміздің артық жерлерін кесіп тастауға өте ыңғайлы керек құрал болып табылады. Қайшының 1-ден 8-ге дейінгі өлшем бірліктері болады. Менің қолымдағы қайшы жіп кесуге арналған қайшының түрі. Бізде келесі ине, қол жұмыстарын орындалу кезінде қажет. Көріп тұрғандарыңыздай, иненің 1-ден 12-ге дейінгі өлшем бірліктері болады. Матаның қалыңдығына қарай инені таңдап аламыз. Келесі бізде бор, мата бетіне түзу сызықтар үшін қажет. Мата бетіне түзу сызықтар үшін қолданылады. Бордың техникасы бойынша біз матаның бетіне, оң жағына бетіне сызбаймыз, әрине, керісінше теріс жағына түзу сызып аламыз. Бұл сызықтың қалыңдығы 1 мм болуы қажет. Келесі бізде паролка. Паролка бұл маталардағы мысалға тегіс қисық или қате болған жерлерді сөгітуге арналған құрал жабдық. Келесі бізде жіп. Бұл жіптің аты идеал жібі. Идеал жібі қол тігістері кезінде де машинкаға да арналған жіптің түрі. Бізде бұл ине қадағыш, ине жұмыс істеп отқан кезде инемізді, түйрегіштерімізді осыған қадап қоямыз. Бұл қолға тағылынады. Бұның магнитті түрі де болады. Келесі бізде метраж. Бұл метраж арқылы біз өлшем бірліктерді алып, матаның бетіне түсіреміз. Тек қана матаға ғана сызып емес, біз кәдімгі белдемше болсын, жейде, жакет болсын, мысалға киім. Келесі бізде булавка. Булавка бізге екі матамызды, мысалы, екі матаны тігер кезде бір-бірімен ажырап, қисық болмай, жылып кетпеу үшін, өйтіп екі матамызды бір-біріне біріктіріп қоюға арналған булавка. Өте ыңғайлы тігіс тіккен кезде. Бұл булавканың түрлері бар, неше түрлері болады. Осы булавка өте ыңғайлы, булавканың түрін мінекей көріп отырсаңыздар болады. Келесісі бізде тігістердің, қол тігістердің түрлері. Бізде түзу тігіс, инені матаға қарай ұстап, бірінші өзімізге керекті өлшем бірлікті аламыз. Өстіп екі матаны алғаннан кейін бір-біріне біріктіріп, жанынан орнын қалдыра тігеміз. Жанынан тіге болмайды, жанынан тіксеңіздер, тіккен тігістеріңіз сөгітіліп кетеді. Осындай 1 сантиметрдей жер қалдырып, бір түздің бойынан іліп алынып отырып тігілінеді. Келесісі бізде қиғаш тігіс. Тура жаңағыдай матамызды алып, жанынан бір келкі қашықтықта түп түзу қылып, біреу қисық біреу соғылмай, жанынан мына жерден 2 сантиметрдей жер қалдырылған. Сол арқылы тігіледі. Бұл бір жаңа түзу тігіске қарағанда айырмашылығы, бір келкі бар, түзу емес, керісінше 30 градус бұрышқа қарай қисатыла тігіледі бұл тігісіміз. Келесі бізде көшшімек тігіс, көктеу әрине. Бұл тігіс тігілген бөлшектердің үстінен жағынан жіпті бос ұстай отырып, 7-8 сантиметрге дейін қалдырып отырып тігіледі. Түзу, мінекей, былай көрсетіп кетейін. Осындай тігісті, мінекей, осылай көшшімек тігіс деп аталады. Мына жақта көшшімек тігісте мындай із қалынады, мындай ізі жоқ. Келесі бізде айқас кесте. Инелердің ұзындығына, матаның қалыңдығына қолдануға байланысты оның ұзындығы 2 мм-дей болады. Келесі бізде торлау тігіс. Иненің мата бөлігінен қисайған күйде сеткілеу арқылы сақтау үшін қолданылады. Осылай екі матаны біріктірген жерден ұшынан іліп алып отырып, жоғары жағы осындай болады, осылай тігіледі. Бұл торлау. Келесісі бізде жамау тігісі. Мысалға, бұны екі түрлі матаны алып, мысалға, мынау енді көрсету үшін арналған, киімдерді жамар кезде соған ұқсайтын маталарды алып, білдірмей осы жерді керекті жерін өзіңізге қиып алып, жан-жағын түзу тігіспен, жай қарапайым тігіс арқылы тігіп шығамыз. Негізі тігістердің түрлері өте көп. Бұл жерде үш қайра тігіс. Бірінші алдымен ішінен тігіп аламыз. Мына жерде ішінен тігіп алып, қайырып, содан кейін барып сыртынан тігеміз екі тігісті. Сосын бізде кесте тігістері бар, әртүрлі тігістер болады. Тағы қандай тігістер бар? Ілмек тігіс, мінекейіңіз. Екі матаны қойып, сызып, екі жағын өстіп, арасын жиғылып, ашық қылмай, бір-бірін істеп, ортасын өспесеміз. Бұл мысалы, түйме сымдарда, жакеттерде алдына түйме қадам кейін, екінші жағынан түйменің кіретін жері. Бізде екі қайра тігіс, кәдімгі өзіміздің киімдерден қарап тұрған тігістерді айтылады. Бұл жерде ең алдыменен бір нені 2 сантиметр ғана бүктеп алып, екінші жағының екіншісінде 1 сантиметрдей қайырып алып тігіледі. Бұл екі қайра тігіс деп аталады. Осымен біздің бүгінгі қол тігістеріне керекті құрал жабдықтарын таныстыңыздар деп ойлаймын. Өте пайдалы кеңестер айтылды деп ойлаймын. Және білмеген тігістеріңіздің түрлерін үйреніп көрді деп ойлаймын. Назарларыңызға рахмет.